Мұғалжар 350 миллион жыл бұрын пайда болып түзілген ежелгі таулар. Олар бүкіл әлем тарихының құпияларын сақтаған. Тас дәуіріндегі алғашқы адамдар да Мұғалжар жоталарын мекендеген. Аймақты ежелгі Сармат тайпалары да мекендеген. Көшпелі халық біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырдан бастап, біздің дәуіріміздің 1 ғасырына дейін қазіргі Батыс Қазақстан аумағында өмір сүрді. Олар өздерінің жауынгерлігімен және дамыған мәдениетімен танымал болды. Сарматтар туралы грек және ежелгі Рим авторлары қалам тербейді. Өйткені бұл тайпалар жер-жерді жаулаған ерлігімен тарихта танымал. Қоғамдық жүйе әскери демократияға сүйенді. Сарматтар басшылар мен ақсақалдардың кеңестерінде маңызды істерді шешті. Әрине, бұл тайпалар туралы шындыққа жанасатын археологиялық орындарды тауып зерттеу қазіргі археология ғылымының міндеті. Орқаш Мұғалжар тауларының етегінде орналасқан Сармат кезеңіндегі қорым. Оны бүгінде Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының мамандары Ақтөбе өлкетану мұражайындағы әріптестермен бірлесіп зерттеп жатыр. Мы проводим работу на могильнике Орқаш, продолжаем. Первые исследования были начаты в 92 году под руководством. Біз Орқаш қорымында зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалғастыра береміз. Алғашқы зерттеулер 1992 жылы Гуцалов Сергейдің басшылығымен басталды. Біз Ақтөбе облысының жол картасы бойынша зерттеулерді жалғастырамыз. Негізгі мақсат құрылымды сақтау. Болашақ мұражай ескерткіш болады. Туристік карта жасалады. Мүмкін осы қорым арқылы туристік маршрут өтер. Бұл қорымда біз 3 қорғанды зерттейміз. Бұл нөмірі 19-шы нысан. Көріп отырғаныңыздай, жоғарыдан қарағанда тас қалашығы пайда болды. Біз оны тазаладық. Бұл дизайн толығымен қалады. Әрі қарай зерттеушілер қабірге түседі. Жерлеу рәсімдерін зерттейміз. Жұмыстар аяқталған соң бәрі осылай қалады. Мы спустимся в могильную камеру, погребальную камеру спустимся. И вот так все останется. Зерттеу жұмыстары қолмен жасалады. Өйткені табылған олжалар бүлінбеуі керек. Ал топырағы арбамен шығарылып тасылады. На этом кургане 2 основных кольца. Бұл қорғанның 2 негізгі сақинасы бар. Шамасы үлкен тастар төселген және олар бөлінбеу үшін оны ұсақ тастармен көміп тастаған. Екіншісі орталық сақина. Оңтүстік батыс жағында кішкене өткелі бар. Бұл тастар осылай қалады және әдемі жерге айналады. Мұнда өтетін жер жасап қойды. Еш қиындықсыз оп-оңай өтуге болады. Камней, преграды нет, можно спокойно проходить через него. Археологиялық қазба жұмыстарына Қаракөл ауылындағы мектеп оқушылары да жұмылдырылған. Олар сабақтан тыс бос уақыттарын туған жердің тарихымен танысуға арнайды. Осы Қаракөл ауылында Ахмет Жұбанов атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің 9 сынып оқимын. Осы археологиялық жұмысқа, осы ауылға археологтар келгеннен кейін жұмысқа оқушы балаларды іздеді. Сондықтан біз мектептен жіберді. Өзіміздің қалауымызбен және археологтардың арқасында осы жұмысқа келдік. Қазіргі таңда осы бірнеше қорғандардағы тастарды тазартып жатырмыз. Бүгін осы тастарды тазартып жатырмыз. Бізге өте қызық, себебі өзіміздің туған жеріміздің тарихын біліп жатырмыз. Біз қазіргі таңда қыздар болып осы тастарды тазартып жатырмыз. Яғни осылардың ортасындағы құмдарды, топырақтарды тазартып, тастардың жалпы контурын шығарамыз. Жаңбырлы күні жұмыс болмайды. Күніне біз негізі сабақтан кейін шығамыз көбінесе 4 сағатқа, ал демалыс күндері күндіз 4 сағат, кешкісін 4 сағатқа шығамыз. Биыл бірінші жыл өте көп пайдаларын тигізіп жатыр, себебі бұл жақта мен өзімнің ауылымның кейбір көрмеген жерлерін көріп жатырмын, шынымды айтсам. Ұнап жатыр, мен бұндай жәдігерлер бар екен білген де жоқпын. Орқаш екі қорымы да зерттеу сатысында. Мұнда Сармат тайпаларының
жоғары тап өкілдерінің қорымдарын зерттеу жұмыстары белсенді жүргізілуде. Мен осы Ақтөбе өңірлік өлкетану музейінде бірге жұмыс істеп, солармен археология жұмысын атқарып жүрмей биыл 5-ші жылым. Бүгінгі таңда біз Орқаш 2 қорымында үлкен бір ескерткішті қазып жатырмыз. Бұл біздің заманымызға дейінгі 6-шы және 5-ші ғасырларда мекендеген Сармат тайпаларының қорымдары. Бұл қорымдар ең үлкендері болып келеді. Яғни бұл үлкен қорғандар нені білдіреді? Оның өзінің абыройын білдіреді үлкен. Және де бұл қорғанның параметрін айта кететін болсақ, диаметрі бойынша бұл 30 метр, биіктігі 4 метр болады. Алдарыңызда тұрған қорған Орқаш 2 қорғаны. Бұл Ақтөбе облысының тарихи өлкетану музейімен және де Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының бірге атқарылып жатқан жұмыс. Алдыңызда тұрған бұл бровка деп аталады. Бұл бровкада біз нені көре аламыз? Бұл ескерткіштің жанынан қиылып көрсетілген сызбасы. Яғни бұл жерде біз қабірдің қай жерде орналасқанын, қандай заттардың орналасуы және табиғи әсер етуін байқалады. Алдарыңызда тұрған бровка, бұл бровка арқылы біздер мына сызықты көре аламыз. Бұл сызық нені білдіреді? Бұл сызық қабірдің осы жерде орналасқан білдіреді. Себебі бастапқы салынған уақытта бұның барлығы бірдей болады, және де біздің аяғымыз астында жатқан ағаш уақыт өте келе жерге құлап, топырақтың бәрі төменге үйілуінен пайда болады. Осы арқылы біз қабірдің қай жерде орналасқанын айта аламыз. Мұндай үлкен қорған Сармат тайпасынан шыққан өте ықпалды және құрметті адам жерленгенін көрсетеді. Бұл ескерткіштің Ақтөбе облысының тарихы үшін маңыздылығын археолог Аслан Мамедов өзінің ғылыми мақалаларында сипаттап жазған. Бұл секторымызда бізде бір емес бірнеше ерте темір дәуірінің ескерткіштері орналасқан. Алдарыңызда тұрған негізгі ескерткіш бұл ерте темірдің 6-5 ғасырларында пайда болса, одан кейінгі екі алдарыңызда тұрған тасты қоршаудан жасалған ескерткіштер бұлар кейін жасалған. Яғни бұны түсіндіріп кететін болсақ, бастапқы осы ескерткіш салынғаннан кейін осы екі ескерткіш келген. Яғни бұлар кейін 4-3 ғасырлар болуы мүмкін. Себебі қайдан білуге болады? Олардың мәдени қабаттарын қарайтын болсақ, бірінші мәдени қабат олар бірінші салынған 6-5 ғасырларда келген сарматтардың ескерткіші. Бұл да ерте темір дәуіріндегі мекендеген тайпалардың ескерткіші, бірақ бұл ең бірінші мәдени қабаттан жоғары орналасқан. Бұған бізге дәлел мына ағаштың орналасуы. Мына бірінші қабаттағы ағаш бұл мына ескерткіштің бастапқы болады, жалғасы болып келеді. Соның үстіне мына ескерткіш салынған. Бұл жас баланың мәйітінің қоршауы болуы мүмкін. Келесі алдымызда тұрған мына ескерткіш бұл да кейін салынған. Осы ескерткіштерден шамалас болып қалады. Бұл әлі ашылып болған жоқ, толық енді тазартылуда, әлі қазба жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, Орқаш археологиялық ескерткіштерін Орқаш табиғи қорығының туристік бағытына қосу жоспарда бар. Бұл қызыл кітап флорасы мен құстары бар Мұғалжар ауданының нағыз ботаникалық жұмағы. Сармат дәуіріндегі қорғандар табиғат орталығына тарихи құндылық беретініне жұрт сенеді.